Балалар, енді бізде табиғат неше түрге бөлінеді? Екі. Дұрыс, қандай ол? Өлі, тірі. Дұрыс, тірі және өлі табиғат. Тірі табиғатқа нелер жатады? Өсімдіктер, жануарлар. Дұрыс айтасыңдар. Ал өлі табиғатқа? Тас, су. Дұрыс айтасыңдар балалар. Яғни су бізде қандай табиғатқа жатты? Өлі табиғатқа. Енді балалар, су туралы кім мақал біледі екен? Мақал айтайын, иә? Балақты көзін аш. Тамаша. Судың да өз сұрауы бар. Тамаша. Су анасы бұлақ, сөз анасы құлақ. Тамаша балалар. Енді балалар, біз судың бірінші дәмін көрейік, иә? Енді судың иісін көрейік балалар. Иісі бар ма екен? Бар ма екен иісі? Иісі жоқ екен балалар. Енді мен осы суды мына құйып көрейін, иә? Мына ыдысқа құйып көрейін. Иә, бұл қандай пішінге өзгерді су? Конус тәрізді пішіндес болды, иә? Енді мен оны проверкаға құйып көрейін. Қандай пішінге өзгерді? Тереңді. Яғни қандай ыдысқа құйсам, сол ыдыстың формасына енеді екен, иә балалар? Ал енді мен суды аламын да, мына столдың үстіне құямын. Төктім, иә? Бұл су не істеді? Ақты, иә? Ақты, яғни су ағушы қасиетке ие екен, иә балалар? Енді балалар, мен осы суға, таза суға, иә? Мына қасықты қойдым. Не болды? Көрініп тұр. Өйткені су қандай бізде? Мөлдір, таза, тұнық, иә балалар? Енді балалар, осы суға мен мысалы тұз қосам. Тұзды алып, тұз қосам. Тұз не істеді? Еріді. Тұздан басқа тағы не ерейді бізде? Қан ерейді, дұрыс балалар. Яғни су еріткіш қасиетке бар екен, дұрыс айтасыңдар. Енді бұл не балалар? Құм. Енді құмды біреуіміз су салып көрейік. Су не болды балалар? Не болды? Ластанды. Яғни су өзімен өзі ластанды ма екен? Жоқ, иә? Адамдар ластайды екен. Біз өз қолымызбен ластайды екенбіз. Сондықтан не істеу керек балалар? Суды ластауға болмайды. Егер суды ластасақ не болады балалар? Ылғи осындай лас болса суымыз иә? Дұрыс айтасыңдар балалар. Тамаша. Бүгінгі тәжірибеміз ұнады ма сендерге балалар?